Қайырлы күн. Қош келдіңіз. Қазақ тілін үйретуге дайынбыз. Ендеше бастайық. Сәлем достар, көңіл күйлеріңіз қалай? Қазақша үйренейік бейне сабағын бізбен бірге әрмен қарай жалғастыруға дайынсыздар ма? Ендеше бастайық. Біздің бүгінгі тақырыбымыз мекен-жай, яғни адрес. Мекен-жай, адрес. У вас когда-нибудь были проблемы, когда вы не смогли объяснить о своем местонахождении? Если были, то обязательно сегодня будьте вместе с нами. Вы, наверное, слышали такое слово, как «язык до Киева доведет». Да, конечно же, доведет, но если вы не знаете некоторые фразы, то какая-либо есть вероятность, что оно вас доведет. Тогда давайте начнем сегодняшний наш урок. Мекен-жай, адрес. Изначально я вам хочу объяснить, чтобы понять сегодняшний урок, вам нужно будет изучить две вещи. Это первое – местонахождение, яғни орналасу, орны. Местонахождение, орналасу, орны. И второе – цифры, то есть сан. Цифры, сан. Ну что ж, начнем. Начнем мы с диалога. Первое. Сәлеметсіз бе, Маржан? Вы это уже перевод знаете, да? Здравствуйте, Маржан. Очень верно. Второе. Сіз Айнұрсыз ба? Вы Айнұр? Мен Айнұрмын. Да, я Айнұр. Маржан, сіз осында тұрасыз ба? Маржан, вы тут проживаете? Мен Ақтөбеде тұрамын. Сіз ше? Да, я живу в Актюбинске. А вы? Мен де Ақтөбеде тұрамын. И я тоже живу в Актюбинске. Қай көшеде? В какой улице? Абай көшесінде. На улице Абай. Нешінші үйде? В каком доме? 23-ші үйде. 23-м доме. Нешінші пәтерде? В какой квартире? 69-ші пәтерде. 69-й квартире. Мне қызық, мен де сол үйде тұрамын. 28-ші пәтерде. Вот это да, я тоже живу в том доме. Только 28-м квартире. Айнұр, ұялы телефон номеріңіз қандай? Айнұр, какой у вас номер сотового телефона? 8-702-351-6608 8-702-351-6608. Менің ұялы телефон номерім 8-701-499-42-75. А мой сотовый номер телефона 8-701-409-42-75. Сонымен, достар, бұл диалог арқылы біз не айтқымыз келді? Чтобы вам сказать слово «в Ақтөбе», не используя предлог «в», вам нужно будет добавить в слово «Ақтөбе» такие окончания, как «да», «де», «та», «те». Так как слово «Ақтөбе» тут гласные именно мягкие, мы добавляем окончание «де». Ақтөбеде тұрамын. А если слово будет, допустим, Алматы, то есть гласные будут твердые, тогда мы добавляем окончание «да». Алматыда тұрамын. Бірінші, біз ұялы телефонда айтқан кезде, біз ешқандай да жалғаулар жалғаған жоқпыз. Яғни 8-702-351-6608 дегенде санды сол күйінде айтып шықтық. Бұл санның есептік деген түрі. Если на русском, то это порядковое числительное. А если на казахском, ол есептік сан есім. Следующее. Когда мы задавали вопросы «нешінші үйде», то есть «в каком доме?», мы отвечали «23-ші үйде», то есть в 23-м доме. Чтобы сказать 23-й, в казахском языке употребляются такие суффиксы, как «нш», 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 «нш». Ну вот, 23-ші, 23-й. Это у нас будет реттік сан есім. Келесі назар аударатын нәрсе бұл сандар. Алғашқыда біздер ұялы телефон номерін сұраған кезде, ұялы телефоныңыз қандай деген кезде 8-702-351-6608 дедік. Яғни, ешқандай да жалғаулар жалғаған жоқпыз, немесе жұрнақтар жалғаған жоқпыз. Сәйкесінше бұл сан есімнің есептік деген түрі. Есептік – это на русском количественные, числительные. А когда мы задавали вопрос «нешінші үйде тұрасың?», то есть «в каком доме проживаешь?», мы ответили 23-ші, то есть 23-м. Это у нас будет количественное.
На казахском оно переводится «реттік санесім». Сонымен достар, диалог сіздерге түсінікті болса, тапсырма орындайық. Вы же знаете, тапсырма это у нас задание. Ну давайте, проверьте себя. Ал енді өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Тапсырма. Сөздерді дұрыс орналастыру арқылы сөйлем құраңыз. Ал енді дұрыс жауабы назар аударыңыз. Маржан, сіз осында тұрасыз ба? Мен 69-шы пәтерде тұрамын. 23-ші үйде тұрамын. Мен де сол үйде тұрамын. Айнұр, ұялы телефон нөміріңіз қандай? Менің ұялы телефон нөмірім. Сонымен достар, бүгінгі сабағымыздан кейін сіздер өздеріңізді мекен-жайларыңызды қазақ тілінде қиналмай айта алады деген сенімдеміз. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде астыға комментарий, яғни пікір қалдырыңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.